WhatsApp ағайындар, бүгін шығарылымда біз өзіміздің жұмыс компьютеріміз жайлы айтатын боламыз. Яғни қандай бөлшектерден тұрады, оны біз қалай жинадық, және де әртүрлі тесттер жасап, сіздерге нәтижесінің көрсеткіштерін барлығын көрсететін боламыз. Ендеше көп созбай бастайық. Алдымен компьютерімнің параметрлерін айтып кетейін. Процессор AMD Ryzen 7 7803T, оперативка Esencore Clef 16 ГБ-тан 2 штук, өте сапалы оперативка, әрі бағасы да қолжетімді. Видеокарта келетін болсақ, гигабайт Aorus Master RTX 5070 Ti, матплата гигабайт X870 Aorus Pro, блок питания 850 Вт, бірақ атын өкінішке қарай ұмытып қалғам. Бірден айта кетейін, видеокартамен кішкене проблема болды, ол туралы кейінірек толығырақ тоқталамын. Енді BIOS-қа кіріп параметрлерді көрсетейін. BIOS параметрлері. BIOS-қа кіру үшін Dell немесе F2 пернелерін басамыз. X3 режимі. X3 режимін қосып көрдім, бірақ аса үлкен айырмашылық байқамадым. Керісінше Cinebench R23 тестінде мультикор көрсеткіші азайып кетті. Оперативка баптаулары Expo профилі қосылып тұр, бірақ мен оны өзгертіп тастадым. Оперативканың базалық частотасы 6000 МГц, таймингтері 30, 36, 36, 76, 1.35 вольт. Infinity Fabric желі частотасын 2000 МГц кетіп қойдым. Precision Boost Overdrive, CPU Boost Clock Override параметрін 200 МГц-ке көтеріп қойдым. Себебі Curve Optimizer немесе кривой қосқан кезде негативпен разгон жасап көрдім. Но 200 бусттың арқасында ғана көбірек мегагерц қоса алдым. Яғни көбірек ватт қосылды. Алдын 70-80 ваттпен жұмыс істесе, енді 80-90 ватт тұтынатын болды. Бірақ температурасы 80 градустан аспайды. Curve Optimizer All Course режимін таңдадым. Негативті мәнді минус 30-ға дейін төмендеттім. 30 минуттық тесттен кейін ешқандай қателік болған жоқ. Егер сізде температура жоғары болса, немесе қателер шыға бастаса, онда минус 10-нан бастап біртіндеп минус 25 немесе минус 30-ға дейін төмендетіп көріңіз. Ал енді мануал волтажге келек, Expo профилін өзгертіп, вольтажды 1.4 етіп қойдым, себебін кейінірек түсіндіремін. Ал енді таймингтер. Мен DaVinci Resolve бағдарламасымен көп жұмыс істейтіндіктен таймингтермен көп ойнаған жоқпын, өйткені DaVinci тұрақтылықты қажет етеді. Оны параметрлер әмбебап деп айтуға болады. Егер сіздің жедел жадыңыз басқа болса, оны өзіңізге лайықтап реттеп көріңіз, немесе менікіндей қойып көріңіздер. Бұл универсалды бәріне кете береді. Латенсиді 30 қойып тексеріп көріңіздер. Видеокарта гигабайт Aorus Master RTX 5070 Ti. Бұл видеокарта мені біраз әуреге салды. Ал мен басқа матплатада ASRock X670 деген матплатада сынап көргем, бірақ видеокарта мүлдем анықталмады. Драйверді толықтай өшіріп қайта орнаттым, түрлі кабельдерді пайдаланып көрдім, бірақ нәтиже болмады. Енді шешімі X670-ден гигабайт X870 Aorus Pro материнский платасына ауыстырдым. Осы платада видеокарта бірден жұмыс істейді. Енді проблема неде деп ойлаған шығарсыздар? Менің ойымша проблема BIOS драйверінде немесе материнский платаның PCI разъемдарында болуы мүмкін. Сондықтан осындай жағдай болса, басқа материнкада тексеріп көрген жөн. Айтпақшы, видеокарта өте үлкен, сондықтан оны гигант деп атауға болатын шығар. Егер де сізде корпустарыңыз шағын болса, сыймай қалуы мүмкін. Ал матплата туралы не айтуға болады? Радиатор үлкен және процессор алдыңғы матплатамен салыстырғанда градусы өте төмен. Азу 8400-ге дейін көтеруге болады дейді. Но бұл жай ғана маркетинг болған өзінде, ол ешқашанда прирост бермейді. Бұл туралы тағы не айтуға болады? Видеокарта PCI 5 қабылдайды. Ал енді корпусқа келетін болсақ, корпусты мен Кореяда алғам, өкінішке орай қандай корпус екенін білмеймін. Ешқандай информация бере алмаймын. Корпустың алдында 3 вентилятор 140 вдов, артында 2 вентик 140 вдов, астында 3 вентик қойдым, кастомный. Мұнда неше түрлі вентик тұр. Ал водянка ол менде Arctic Freezer 362 версиясы өте жақсы, салқын, бірақ мені құрау жағынан әбден қинап қойды. Помпасын қатыру өте қиын. Бәрінде олай емес әрине. Ал блок питания 850 Вт татениум. Сонымен тестке келсек, HV Info қосамыз. Мен уже тест жасап көрдім. 17677 балл жинадым. Маған осы да жетеді.
еще біраз процессор және озудың санымен ойнауға болатын еді, бірақ менде ондай уақытым болмады, сондықтан осы көрсеткішке де разымын. 1050 вольтпен 4850 мегагерцке шейін көтердім текущий көрсеткішті, ал градус өте жақсы, максимум 79-ға барды. Ал тоғымыз бізде 90 ваттпен жұмыс жасап тұр, ал стандартта бұл 80-нен аспайды. Ал видеокартамыз 36 градус. Енді Atomic Heart ойын 4К разрешение, RTS қосулы, DLSS қосылмаған, карта қарасаңыздар 70%-бен жұмыс жасағанда 200 ваттпен, ал 99%-бен 250 ватт тоқ жеп тұр. Градус 60-қа бармайды, ал процессор 45-46 ватт және 51 градус. Мына жерде Quake 2-ні тестке тартып көрдім. RTS 4К разрешение көріп тұрғандай видеокартаны өте қатты жұмысқа салып жатыр. 100%-ға 300 ваттпен жұмыс істеп тұр. При этом градус өте төмен, 53-тен максимум 60-қа барады. Ал процессор 4% жұмыс істеп тұр. Ал енді Dota'ға келсек, бұл ойын менің компыма қатты нагрузка бере алмайды, сондықтан мұнда градусты да тоқты да ажырайды. 4К 144-тен түспейді, 1 сағат ойнағанның өзінде, ал 240-қа көтергенде және ойнай бастаған кезде видеокарта жұмыс жасай бастады. Басында 240 түсе қоймайды, но қатты заместе ол әрине түсіп кетеді. Ал енді CS2-ге келетін болсақ, бұл 4К разрешение және видеокарта 100%-ға дейін жұмыс жасауда кейбір жерлерде. Ол деген сөз 250-ден 300 ваттқа дейін тоқ жейді. Процессорда 30-50%-ға дейін жұмыс жасап тұр, 66 градус. Ал енді 4:3 режиммен қосқанда және 1280-де 1024 разрешение бұл жерде әрине FPS 350-ге барады, 400-ге шейін кейбір жерлерде. Ал енді қорытындылай келе, BIOS настройка жасаған кезде аса сақ болуларыңыз керек. Видеокарта мен материнканың үйлесімділігіне аса мән берулеріңіз керек, және де температура мен кернеуді бақылауда ұстауларыңыз керек. Мұнда айтып кететін жайт, біз бұл компты жұмысқа арнап жинағаннан кейін барлық бөлшектер өте жақсы жұмыс істеп тұр, бірақ бір но болып тұр, ол процессор. Процессор ойынға арналып жасалған екен, себебі біз жұмыс жасаған кезде, яғни бір уақытта бірнеше программалармен жұмыс жасаған кезде процессор кішкене қиналып отырды. Енді оның бір таңғалатын ештеңесі жоқ, себебі біздің процессордың ядро саны аз. Мысалға Sign Beach'те біздің процессор 18.000 балл жинаса, ал Core i7 14700K 30.000 балл жинап тұр. Десе де қатты бір тормоз етіп жатқан моменттер жоқ. Бұл процессормен де жұмыс жасауға болады. Ал енді осымен біздің видеомыз тәмам. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, қандай да бір ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Және ең бастысы осы каналға жазылып, ана колокольчикті басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.